Сәлем достар, бүгінгі видеода біз өзіміздің құрастырған психоматрицамыздағы қатарлар жайлы мәлімет алатын боламыз. Сонымен қатар видеоның екінші бөлігінде мамандық таңдаған кезде қай сапамызға көбірек көңіл бөлу керек, қай қабілетімізге мән беру керек, жалпы матрицамыздағы сандар қаншалықты, сол арқылы қалай есептеп, қалай бағытымыз таңдаймыз, сол жөнінде тоқталатын боламыз. Сонымен біздің ең бірінші қатарымыз бұл 1, 4, 7, бұл мақсат қоя білу. Яғни біз алдымызға мақсат қойып, соған қарай ұмтыла білуіміз. Бұл линия целеустремленности деп те аталады. Ал енді келесі екінші қатарымыз бұл 2, 5, 8, бұл отбасылық қатар болып есептелінеді. Яғни адамның отбасын құруға қаншалықты ұмтылысы. Мысалы, егер осы қатарда бізде бір ғана сан болса, не болмаса сан болмаса мүлде, онда біз айтамыз, бұл адам отбасын құруға асықпайды. Бұл адамға дәл қазіргі таңда маңыздысы жұмыс, карьера, достары, немесе басқа да бір қызығушылығы болуы мүмкін. Ал егер осы қатарда 2 сан ғана болатын болса, онда біз бұл адамды отбасын құруға асықпайды, бірақ та егер отбасын құру жөнінде ұсыныс түсіп жатса, онда бұл қарсы болмайды деп айтамыз. Келесі қатарымыз бұл 3, 6, 9. Бұл қатар біздің тұрақтылығымыз үшін жауап береді. Сонымен қатар мінез құлқымыз үшін, қорқыныш, айналамыздағы өзгерістерді қалай қабылдаймыз, сол үшін жауап береді. Сонымен қатар өз өмірімізді жоспарлы түрде қимыл жасауымыз. Келесі қатар тігінен алып қарағанда бұл 1, 2, 3. Бұл адамның өзіне өзі баға беру қатары. Яғни адамның ерекше болуға, тұлға ретінде ерекшелікке ұмтылуы. Ол бәлкім ақылменен ұмтылуы мүмкін, ерекше болуға тырысуы мүмкін. Не болмаса қандай да бір киім кию әдісімен ерекшеленуі мүмкін. Не болмаса ол өзін косметика пайдалану арқылы да, бояу арқылы да ерекше болуға ұмтылуы мүмкін. Негізі біз осы жерде айтамыз, адамның самооценкасы неғұрлым жоғары болса, оның өмірдегі жететін жетістігі де өте жоғары деп айтамыз да, ал екінші жағы да болуы мүмкін. Ол өзін тым жоғары бағалап, өзінің басқа жақсы қасиеттерін, басқа жақсы сапаларын басып тастауы, яғни бұғаттап тастауы да мүмкін. Келесі қатарымыз бұл 4, 5, 6. Бұл материалдық тәуелсіздікке, әдемі өмір сүруге, отбасын асырауға ұмтылуымыз. Не болмаса бұл еңбек етіп ақша таба білуіміз дейміз. Сонымен қатар кейде бұл қатарды бизнес қатары деп те айтып жатамыз. Егер қатар бос болуы да мүмкін, бірақ енді қатар бос болған кезде ақша таба алмаймын деп уайымға салынудың қажет жоқ. Онда біз бұл қатарды адамның мақсат қоюы қаншалықты сонымен салыстыру арқылы баға береміз. Еңбек ету қатарында бір ғана сан болатын болса, онда біз айтамыз, бұл адам өз өмірін сондай бір комфортный дәрежеге жеткізуге тырыспайды. Яғни бұл адамға қазір өз өмірі қаншалықты сол қанағаттандырады дегенді білдіреді. Ал енді келесі 3-ші қатарымыз бұл 7, 8, 9. Бұл талант қатары. Талантсыз адам болмайды әрине. Бірақ бұл талантты ашу үшін, бұл талантымызды біз көре білуіміз үшін, әрине басқа сандармен бірге салыстырып, солармен есептеп барып шешім шығарамыз. Келесі бұл бізде диагональ, яғни 3, 5, 7. Бұл диагональ адамның жеке басының қызығушылығы, яғни әдемі киінуге ұмтылыс, әдемі тамақтануға, жақсы тамақтануға ұмтылыс. Сонымен қатар бұл отбасылы өмірде адамдардың бір-біріне ынтызарлығы дейміз, не болмаса отбасылық сәйкестік дейміз, жұптар сәйкестігі дейміз. Тоже осы линия бойынша есептелінеді. Ал келесі екінші диагоналіміз бұл 1, 5, 9. Бұл адамның рухани, материалдық емес дүниеге қарай ұмтылысы, сол үшін жауап береді.
Енді видеомыздың екінші бөлігіндегі бұл мамандық таңдауға байланысты. Мамандық таңдағанда біз мысалы туған күндегі сандарға қарап, адамға саған осы мамандық жарайды, не болмаса осы сенің мамандығың деп тура айта аламыз ба? Әрине айта алмаймыз. Бұл жерде біз болжам ғана айта аламыз. Яғни туған күндегі сандарымызға қарап, біз қай бағытқа қарай біздің ыңғайымыз, қабілетіміз, икеміміз бар, соны көреміз, соны есептейміз. Сонымен адам өмірінде мамандық бұл керемет бір ынтамен таңдауды талап ететін дүние. Оған мысалы көптеген жастарға қарасаңыз, 11-ші класста оқиды, міне мектеп бітіргелі жатыр, қандай мамандық таңдадың, не болмаса қай бағытты таңдадың деп сұрасаңыз, көбі жауап бере алмай жатады. Бұл әрине өкінішті. Енді жан таласып, мына ұбт-ны тапсыратын кезде, әйтеуір грантқа өтсем, әйтеуір бір университетте оқысам болды дегенмен өзінің балы жеткен мамандықты таңдап жатады. Жарайды, оны 4 жыл, 5 жыл оқыды делік. Онымен жұмыс жасаса жақсы ой. Ол енді әрине көбінеке жастардың қазір ол дипломды сандыққа салып қойып, официант болып, не болмаса сатушы болып еңбек етіп жүргенін әрине көріп жүрміз. Сол кезде неге диплом бойынша жұмыс жасамайсың деп сұрасаңыз, көңілім толмайды деп жауап береді. Әрине бұл өте өкінішті жағдай. Сондықтан мамандық таңдағанда тым құрмаса өзіңіздің туған күніңіздегі сандарыңыз арқылы психоматрица құрастырып, сондағы қай сан басым соған көңіл бөлгеніңіз жақсы. Сонымен психоматрицамыздағы ең бір басты көңіл бөліп қарайтын санымыз бұл 9 саны. 9 саны не үшін жауап береді? Ол есте сақтау қабілетіміз, ол біздің памятіміз. Ауқымды ақпаратты тұжырымдап, соны өзіміздің бойымызда қорытып ұстай білуіміз. Тиісінше, егер сіздің таңдаған мамандығыңыз осы бағытқа қарай, осындай ауқымды материалдарды өзіңізде ұстайтын бағытта болса, онда сіз ұтылмайсыз. Онда сол саланы таңдасаңыз жаман болмас еді. Ал тиісінше, егер сіздің матрицаңызда бір ғана 9 сан болса, ол уже біздің есте сақтау қабілетіміздің аздығын білдіретті, сондықтан бұл саланы таңдамаған жақсы. Керісінше тағы да бір сұрақ туылуы мүмкін. Кез келген адам, кез келген мамандықты меңгереді. Әрине, кез келген адам меңгеріп кетеді. Бірақ мына 9 аз адам, ол жаттанды түрде қимылдайтын болады да, тіпті мына аз ғана уақыт демалысқа шығатын болса, ол күнделікті істеп жүрген шаруасын ұмытып қалуы мүмкін де, ал соны қалпына келтіріп, қайтадан бір сарынға түсу үшін оған қаншама энергия, қаншама еңбек қажет болады. Келесі мән беріп қарайтын санымыз бұл 5 саны. 5 саны логика, аналитика, яғни бұл ұзақта, болашақта болатын нәрселерге көрегендік пен болжам жасай білу. Сондықтан, егер сіздің құрастырған психоматрицаңызда 5 саны 2-ден жоғары болса, онда сізге қорықпай финансовый аналитика, прогностика саласын таңдасаңыз, ұтылмайтын едіңіз. Ал тиісінше, жаңағы матрицаңызда 5 саны болмаса, не болмаса аз болса, бір ғана 5 саны болса, онда қанша жерден сізге бұл сала ұнағанымен, сіз әрине аналитик бола аласыз, сіз оған болжам жасай аласыз. Но сіздің болжамыңыз соншалықты бір көрегендік, соншалықты бір елді таңғалатындай дәрежеде болмауы мүмкін. Ал адамға толық талдау жасау үшін біз оның мінез құлқына қараймыз, энергетикасына қараймыз, және де басқа да тұстарын, басқа да сапасын бір-біріне салыстырып, талдау жасап, сол арқылы тұжырым жасаймыз. Бірақ дегенмен де осы қысқа видеода берілген ақпараттардың өзі сіздерге пайдасы болады деген үміттеймін. Ал енді менің подписация бөліміме өтіп, видеом сіздерге пайдалы болса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар лайк басып,
өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға қалдыра кетіңіздер.